Қазақ қоғамында баланың ат жалын тартып мінуін кезеңдерге бөледі. Біздің ұлттық дүниетанымда 13 жаста отау иесі деген қазақта сөз бар. Оны біз былай түсініп жүрміз. 13 жаста бұрынғы қазақ отау көтеріп жіберген бөлек үй қылды деп. Дұрыс, сондай ішінаралық жағдайлардың деректері бар бізге жеткен. 13 жасында отау көтеріп, немесе 13 жасында құдалығын сөйлесіп, ұрын бардырып қойған деректер бар. Бірақ жалпы беттік бұлт ретінде біз 13 жаста үй болып кеттік деген әңгіме ол миф. Ол не деген сөз 13 жаста отау иесі деген? Бір отауды, яғни бір отбасын алып жүретіндей парасатқа жетуі керек деген сөз 13 жаста. Яғни оның рухани параметрі отбасын алып жүруге, сүйреуге жететін параметр, соның иесі деген сөз. Яғни шынында да мынау бұл тегіннен тегін қазақ 13 жаста алып отырған жоқ. Біз ұлттың басы болған Абай десек, Абай атамыз да 13 жасында жаңағы семейге медресеге берген әкесі Құнанбай 13 жасында баланы шақырып алып ел билеу ісіне араластырған. Бұл тегіннен тегін емес. Енді бұл негіз бізге қайдан келді дегенде, бұл бізге Құраннан келген. Яғни илахияттан келген құндылық. Біздің бабаларымыздың өмірінде дәстүрі. Мынау білесіздер, Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның қиссасын білесіздер. Құрбанға шалу дейтін процесс. Сол кезде Исмаил алейхиссалам 13 жаста болды. 13 жасқа дейін әкесі оған сондай дәрежедегі имани құндылықты сіңіріп қойған. Ол жердегі мақсат баланы бауыздау емес, баланы құрбанға шалу емес. Ол жердегі мақсат Құранның құндылығында баланың қандай рухани деңгейге жеткендігін паш ету. Әйтпегенде шақ өтпей құрбанға шалынбай қалу. Алланың қалауы ма? Алланың қалауы. Орнына құрбанға қошқар түсті ма? Қошқар түсті. Демек, мақсат ол жерде ол баланың құрбандыққа шалыну емес, ол баланың 13 жастағы баланың рухани параметрі көрсету. Қандай кеңістікті, қандай рухани шкалаға жеткендігін көрсету. Міне бұны біздің қазақ қоғамы практикасында пайдаланған.